Жаңа жылдық дастарханға керемет көрік беретін мандарин салатын жасаймын. Жасалу жолы өте оңай әрі дәмді. Ең алдымен тауықтың төс етін суда пісіріп, ұсақтау етіп турап аламыз. Содан соң жұмыртқа, ірімшікті үккіштің көмегімен өткіземіз. Піскен сәбізімізді осы үккіштен өткізіп дайындап қоямыз. Салатымызға дәміне қарай тұз, майонез салып араластырамыз. Қолымызбен дөңгелек формада, яғни шарик жасап дайындап қоямыз. Содан соң үккіштен өткізген сәбізімізді пищевая пленкаға жайып, ортасына шаригімізді салып, видеодағыдай дөңгелек етіп орап шығамыз. Барлық оңай әрі тез жасалынады. Осылай жасап аламыз. Әсемдік үшін мен қара бұршақты және жалбыз жапырағын пайдаландым. Аз болсын. Жаңа жыл